Сіздермен оқушылар? Саламатсыздар. Отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабақта кім жоқ? Жарайды онда. Алдыңғы сабақта біздер жаңағы дамытылған ойыншықтар жасап бастадық, иә? Сол кезде біздер бірінші не істедік? Пішіп алдық, иә? Ол қандай материалға піштік? Фетр деген материалға піштік, иә? Бізге сол сабақты қайталап жіберейік бүгін. Қазір каждый 4 топқа бөлінгенбіз алдыңғы сабақта, иә? Сол 4 топтың командасынан капитандары бар. Бір-бір капитаннан келіп, мына үйшіктерден таңдай қойыңыздар. Ұнаған үйшіктерді таңдай қойыңыздар. Бұл да дамытуға арналған ойыншықтардың бір түрі. Отыра қойыңыз. Әр топ өзі ойласып, осы сұраққа жауап береді. Үйшіктерді таңдап алдыңыздар, әртүрлі түстегі, иә? Сол үйшіктер бойынша сұрақтар бар, артын қарасаңыздар. Кімге қандай сұрақ түсті? Бірінші топ жауап бере қойсын. Фетр қандай материал? Даусыңызды шығарыңыз, шамалы. Фетр қандай материал? Фетр бұл тоқылмаған материал. Ол Қандай түрлері бар? бұның жасанды және табиғи түрлері бар. Жасанды, табиғи ол талшықтардан жасалады, ал жасанды синтетикадан жасалады. Отыра ғой, дұрыс па? Жауабы? Үш рет шапалақтаймыз. Рахмет. Келесі бала. Тігін машинасының қандай түрлері бар? Екі түрі бар, тұрмыстық және өндірісті. Тұрмыстық ол қысқа мерзімге жарайды, ал өндірістік ол ұзақ мерзімге жарайды. Дұрыс па жауабы? Иә. Шапалақтаймыз. Рахмет. Келесі топқа көшейік. Үшінші топ. Талшықтардың қандай түрлері бар? Қандай түрлері бар екен? Талшықтардың екі түрі бар. Олар жасанды және табиғи болып бөлінеді. Табиғи өсімдік тектес және жануар тектес деп бөлінеді. Жануар тектестегі түйе, қоян, қой және тағы басқа жануарлардан алынады. Жасанды фетр ол, яғни Талшықтар? Жасанды талшықтар негізге бөлінеді. Синтетикалық, химиялық деп, иә? Өте дұрыс. Үш рет қолдап қойыңыз. Рахмет. Тоқыма материалдары қандай түрлерге бөлінеді? Тоқыма материалдары тоқылған, тоқылмаған, трикотаж. Тоқылған ол аллергия туғызбайды, ал тоқылған ол жұмыстан ғана, ал трикотаж ол созылады. Рахмет. Енді бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бөлшектерді біріктіру. Біз алдыңғы сабақта бөлшектерді не істеп алдық? Пішіп алдық, иә? Қағаз лекалы арқылы. Енді бүгін бөлшектерді, оған бізге не қажет болды? Материалдардан фетрлар қажет болды, әртүрлі түстегі, сосын синтефон қажет, бүгінге бізге. Сосын ине жіп, сосын қайшы. Енді А3 форматта жасап жатырмыз. Немізді, жаңағы дамытылған ойыншықтарымызды. Сондықтан енді сармандық жұмысымызды бастаймыз қазір. Сармандық жұмысты бастамас бұрын бірінші не білуіміз керек? Қауіпсіздік ережесін білуіміз керек. Енді қауіпсіздік ережесі міне инемен жұмыс жасағанда қандай қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз? Ауызға салуға болмайды, иә? Инені тот басқан инемен жұмыс жасауға болмайды. Сосын кез келген жерге тастауға болмайды. Арнайы жастықшада немесе қобдишада сақтау керек, иә? Қайшымен жұмыс жасағанда ше? Біреуміз тұрмайды, жаңа бері айта ғой. Біз қайшымен жұмыс жасаған кезде қолымызды кесіп алмауымыз керек, және қайшыны ашып кетпеуіміз керек, және кез келген жерге тастамауымыз керек. Сосын қасымыздағы досымыз сұрап жатса ше, қайшы бере тұршы деп. Қалай береміз қайшыны? Жүзін өзіңізге қаратып, сосын
ұстайтын жері досыңызға қаратып бересіз. Беріп қой кімге? Қасыңыздағы адамға. Дұрыс, өте дұрыс қой, шапалақтап қой. Рахмет, көп. Енді бөлшектерді біріктіру үшін біз не істейміз? Бөлшектерді біріктіру үшін екі түрлі әдіс қолданамыз. Бізде бүгін кестелеуді өттік қой, кестелеуде Кирилл әдісі болды, тышқан із дейді, соның бізде міне бұны біріктіру үшін қолданамыз. Әртүрлі түседі. Мысалға, сіздің бұйымыңыз егер, міне, мына жерде бұйымыңыз егер не болса, сары болса, онда оны қызыл түспен істеуіміз керек. Бізде сондықтан әдемі көріну үшін біз контрастный цвет қолданамыз, контрастты түс қолданамыз, Егер бұйымыңыз сіздің анандай көк болатын болса, онда қандай түс жарайды оған? Ақ, сары, сосын қызыл жарамайды, жама ұқсастау, Сондықтан соның бәрін қарап, ескеріп, істейміз, бұйымдарды біріктіреміз. Бұйымдарды біріктіріп келе жатып, шамалы ғана орын қалдырған кезде біз алдында пішіп алдық, мысалы мына жерде не піштік біз? Ұлу піштік, сосын мысық піштік, ағаш піштік. Ағаштарын екі жағын пішіп алып, енді бізде оған тігуіміз керек, контрастты жіппен тікеміз. Одан кейін ішіне жайлап орын қалдырғаннан кейін мына мақтаны не істейміз? Салы, шамалы не береміз? Пішім береміз, шамалы анау объемный болып тұру керек бізге. Сондықтан оған синтефон пайдаланамыз. Енді қазір бастап жайлап тігіп бастаймыз. Мен біреуін көрсетіп жіберейін сіздерге қалай істеу керек екенін. Сабақты түсіндім десеңіздер, жасылға түсіндім, жақсы түсіндім дегендер, жасылға түсіндім дегендер, орташа түсінгендер, көкке сұрағым бар дегендер, сарыға мүлдем түсінбедім деген қызыл.